Сәлем, Зарина. Жай жүрсің бе? Сыңғырлақ, есіңде ме? Сен әртүрлі заттарды құрастыра бастағанда. Жұрт сенің есің дұрыс емес Мэри дейді ғой. оларды қоқыс деп атаған болатын. Әне, көрдің бе? Ал қазір өзі сол бұйымдарды тұрақты пайдаланып жүр. Дұрыс айтасың, Қысқы алайда. орманға кіруге тыйым салынғанын біле тұра. Өз-өзіңді ұстай алмай, орман асып кеткенің есіңде Енді ме? дегенмен қатып қалған шекара жоқ қой. Жарайсың, мен де тура солай ойлаймын. Мәссаған, керемет көрініс. Сен жарықты басқара аласың ба? Бірақ сен жарық беріс емес, гүл тозаңының сақтаушысың ғой. Ғажап көрініс емес пе? Бұл қалай сонда? Мәссаған, сарғыш түсті гүл тозаңын қайдан таптың? Сыңғырлақ, мен мұны өзім ойлап таптым. Бұл осы уақытқа дейін ешкімнің қолынан келмеп еді ғой. Я, Сыңғырлақ, сенің оң баға береріңді біліп ем. Енді мен сиқырлы гүл тозаңның бар құпиясын біліп алатын болдым. Гарри ағай бұл ойыңа қалай қарады? Негізі ол әлі білмейді. Не дейсің? Гарри ағай гүл тозаңдарына тәжірибе жасауға тыйым салған. Араластыра бересің бе? Жарайды. Тәжірибе десең, оның төбе шашы тік тұрады. Сен тоқтамай араластыра бер. Бұл не? Көк түсті тозаң ба? Сен оған тәжірибе жасамақсың ба? Иә, тәжірибе үшін кішкентай бір түйіршік жеткілікті. Керемет қой. Қане, былай тұршы. Мәссаған. Міне, күлгін тозаң. Жел тұрды. Күлгін түсті тозаң тез көбейеді. Қойшы. Ендігі кезекте гүл перизаттары. Зарина, мүмкін... Қызғылт тозаң. Өсімдік жақсы Аспағаның өсу жөн үшін шығар. әрбір 3 тамшы сұйықтыққа гүлдің 5 күлтешесінен қосамыз. Осылай бұрқылдау керек пе әлде? Екеу ме? Екі түйірін бірден қоспақсың ба? Иә. Зарина, не болды? Сыңғырлақ, Гарри ағайға шалбар тігіп беру керек. Себебі мен дәл қазір қызғылт тозаң ойлап таптым. Зарина, мен сенен қорқайын дедім. Бұның нені білдіретінін білесің бе? Мен ақыры өз дегеніме жеттім. Енді біздің өміріміз бір жолата өзгереді. Зарина, әйтсе де асықпағаның жөн Не болар. дейсің? Жоқ. Бұл немене? Не болып кетті? Бұл не сұмдық? Жоқ, не болып кетті? Жоқ! Жоқ, тоқта!